Баршаңызға сәлем. Баланың басында киста болса не істейміз? Осы сұраққа жауап беретін мен дәрігер-невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Пайдалы ақпараттан қалып отырмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал енді сұраққа жауап берейік. Псевдокиста дегеніміз ол не? Ол не үшін пайда болады? Және оны емдеу керек па, керек емес па? Псевдокиста дегеніміз жаңа туылған балалардың 50% жағдайында кездеседі. Бұл кисталарды бүткіл ғалымдардың зерттеуі бойынша не үшін пайда болатынын және қалай жойылатыны дәлелденбеген. Бірақ бұл кисталар баланың дамуына ешқандай кедергі келтірмейді және ешқандай емді талап етпейді. Егер баланың басын УЗИ-ға түсірген кезде осындай заключение көретін болсаңыздар, псевдокиста деген, онда ешқандай емдеудің қажеті жоқ. Ал егер балада УЗИ-да басқа өзгерістер болатын болса, перивентрикулярная лейкомаляция, қан құйылудың 3-4 дәрежесі, немесе мидың тінінде осындай процестер бар деген өзгерістер болатын болса, әрине онда дәрігерге қаралу керек. Ал именно псевдокисты ешқандай емді талап етпейді және ешқандай клиникалық көрініс бермейді. Өздігінен 1 жасқа дейін жойылып кетеді. Осы мәлімет пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, өзіңіз жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.